Сәлем достар, үй жағдайында өте дәмді экзотика сусынын дайындаймыз. Алдымен апельсинімізді екі бөлікке бөлеміз, бір бөлігін тілімдеп турап шығамыз. Лайм мен лимонды да дәл осылай екі бөлікке бөліп, сонан соң тілімдеп турап шығамыз. Апельсиннің екінші бөлігін тағы да екі бөлікке бөліп, арасындағы дәнектерді алып тастаймыз, және де қабығын ашып, блендердің ыдысына саламыз. Лайм мен лимонды да дәл солай жасаймыз. Суымыздың жарты бөлігін құямыз, және де құмшекерімізді қосып, блендердің қақпағын жауып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Езіп болған соң сүзгіштен өткіземіз. Келесі кезекте малинамызды блендердің ыдысына салып, үстінен қалған суымызды құйып, блендермен езіп аламыз. Малинаның пюресінде сүзгіштен сүземіз. Ыдысымызға тілімдеп туралған апельсин, лимон, лаймды саламыз, және де жалбыз жапырақтарын салып, үстінен цитрусты қоспамыздан құямыз. Сонан соң спрайттан құйып шығамыз. Үстінен малиналы қоспамызды құямыз. Мінекей экзотика сусынымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналымда бұдан да басқа сусындардың рецепті бар. Егер сіздерге видео ұнаса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.